Саламатсыздар ма? Бізде бүгін диагностика по спине, диагностика қалай қояды, Шолпан ханым өзінің тәжірибесімен алмасады. Бүгінгі сабақ бізде диагностика и аппаратпен қалай жұмыс жасау керек. Шолпан ханым, бізде ең бірінші саламатсыздар, қош келдіңіздер барлықтарыңыз. Барлығымыз бір сабақта жұмыс жасағаннан кейін өзінің ішіндегі нәрсені сіздерге үйретсем ба дегендер, өз ішімдегі нәрсені. Бізде ең бірінші диагноз қою үшін пациенттің жәнедегі атлантын тексеріп аламыз. Мына атланттың нүктесі мынада тұр. Шашты ашып мен қазір көрсетемін. Мына кісінің атланты ровно жұмыс жасап тұр. Егер де мына атлант жұмыс жасамайтын атлант қисайып бір шетке шығып кетеді. Мен қазір мына кісінің нүктесін басамын, мына жердегі. Бұл кісінің кішкене рахат бола бастайды. Қалай отыр Қанат мырза? Мына. Мынау атланттың екі нүктесі екі жақтағы. Егер де сіздерде пациенттерде атлантта нарушение болса, құлақтың үстіңгі жағынан екелі. Мына жерде без пайда болады. Бұл кезде атлантта нарушение болады. Түсіндіңіздер ма? Қазір мына кісінің атланты таза. Мына кісі басқан кезде рахат алып жатыр. 1, 2, 3. Мен тура қолғаппен осылай істейсіздер. Содан кейін қолқасы бар әйелдер көп келеді ғой. Қолқаны қалай істейміз деп көп қазір мен бірге жұмыс жасатқан қыздарым сұрайды. Қолқаны атлант тартасыздар мына қолмен. Мына қолмен алақанмен итересіздер. 3 рет. Көрдіңіздер ме? Мына атлант жұмыс жасағанда адамның екі құлағы, екі мұрны, даже көзі ангинасы ашылады. Бізден атлантта 57 нүкте болады. 57 нүкте 32 тістің тамырының нүктесі, жақтың нүктесі, мұрның, көздің, қастың, ерінің нүктесі 57 нүкте. Ең главный нүкте бізде мына бұғана. Мына көп адамдар қазіргі таңда бұғанамен келеді. Лопаткалар ісіп кеткен, сколиозы бар кісілер көп келеді. Мына сол кісілерді мына бұғанамен емдейсіздер. Мына бұғанада айыр сүйек сияқты белгі болады. Мына мынаны созу арқылы жұмыс жасайсыздар қолғаппен. 4 реттен 1, 2, 3. Бұл бұғананы бітеліп қалғанын көрсетеді. Егер де мына сызық білінбесе, значит мына адамда давление жоғары, бұғана бітеліп қалған болады. Түсіндіңіздер ма? Екі жақты бірдей істейсіздер. Бір жақтан қалып кетпеңіздер. Одан кейін мына кісінің қазір омыртқасын тексерем. Қай жерде не бар екен? Бұл кісіде мына чуть 8 пен 7 арасында протрузия бар. Мына кішкене мына жерде остеохондроз пайда болған. Ісікті көрдіңіздер ма? Әйгерім ханым сізге көрінеді, алыстан көрсеңіз. Мына сколиоз пайда болған. Мен қазір бұл кісіге түсем тағы да төмен қарай. Сол жақ бетте кішкене бұл кісінің бүйрегінде тұз бар. Көп емес, бір кішкентай бар. Мына бүйрек нүктесі. Мына жерде мына шалбарса түсіресіз ба? Міне біздегі 8 көздің нүктесінің. 8 көзде бізде 27 нүкте болады. 27 нүкте 2 тіземен, табан, ұршық бәрін жұмыс атқаратын 27 нүкте болады. Егер де 27 нүктенің 5-еуі ашық болса, значит бізде 8 көз блокқа түседі. Жабық болса да блокқа түсіп қалады. Енді сіздерге жамбасты айта кетейін. Бізде қазір көп, егер де мынаны айтып барамын. Лопаткада сколиоз болған адамда обязательно жамбаста тұз болады. Өйткені мына екі жамбастың рулі, лопатканың рулі жамбаста. Лопаткамен келген адамдарда обязательно ұршықты озғап тұрып айландырып істеңіздер. Дисплазия балдарға жасайсыздар ғой массаж, сол арқылы. Лопатка біткен адамда уже давление жоғары болады, мұрын бітеулі басталады, шаршау басталады, ұйқы қанбайды. Атлант тура адамда уже энергиясы көп, алға қойған мақсаты орындалады, барлық нәрсе атлантта. Қанат мырза атлант жақсы. Сол жақта кішкене бүйректе тұз бар екен, бұл кісіде құйымшақты көрейін кішкене. Бізде құйымшақ көп рөлді атқарады. Құйымшақ пен атланттың жұмысы бірге. Күшті. Атлант мықты, құйымшақ жақсы. Енді мен ұршық тексеремін. Құйымшақтың жақсы үшкірі болған жақсы ма? Құйымшақтың үшкірі болған жақсы емес. Ол ұршық қисайған құйымшақ. Мына. Егер де ұршықпен ауырып келген адамдарда мына жерді бассаңыздар, қол шұңқырға кірмеу керек. Тұз бітеліп қалған ұршықта. Мына қазір мына кісіде көрдіңіздер ма? Бүйрек, мына кісіде бүйрек кішкене ауырып қалсын, бұл кісіде жамбас блокта тұр. Солай болып тұр ма, Халиге? Мына точка бұл кісіде ауырады. Жамбаста кішкене тұз бар. Егер де бүйрек ауыратын адамның обязательно тізесі ісік болады. Оны не алыңыздар. Бірден естеріңізді сақтаңыздар. Артқы жақтан грижаның нүктесімен қазір көрсетемін. Грижаның нүктесі мына жерде. Сүйек бар ғой, аяқтарының артқы жағын ұстасаңыздар, мына
мынада грыжа нүктесі. Сүйектің астыңғы жағын дегенде қолғаппен езіп істесеңіздер кірт етіп сіңірдің дауысы шығады. Вот ол кісіде уже грыжа бар. Одан кейін мына бүйрек ауыратын құм, тұз бар адамда обязательно тізеде ісік болады. Ол тізенің 4 нүктесі бар, өзін қалай қайтаратынын. Соны көрсетуге де болады. Содан кейін ғана балтырды тексеремін. Сақыр таза. Тап-таза екен ғой. Бұл кісі аямай мені жеген ғой. Егер де сақыр болған жағдайда біздің көлеміз мына жерде, мынау тобықтың астыңғы жағы шеңбер сияқты созылып тұрады. Көтілдеп тұрады мынаға дейін. Көкшіл босап тұрады, балтыр босап тұрады. Балтыр босап, ұлжап тұрады. Сөзіміз балтыр босап. Шешпеймін. Рементті босата беріңіз. Бұл кісіде бауырдың нормасы, жұмысы нормада тұр, жаман емес. Бұл кісіде кішкене талақ, көк талақ бар ғой, сол сіңкі болып тұр. Кейде бір ауқат қортамайтын жағдай болып қала ма, Қалеке? Ауқат қортамайтын жағдай болып қала ма? Иногда, көп емес, иногда. Бұл кісіде бауыр жақсы, кішкене көк талақ деген бар ғой, қабырғасы жағында. Кішкене сол, кішкене бұл кісіде воспаление тұр. Мына жақты көрсетіп тұр. Простатит жоқ, нормада. Давление нормально. Вот мына бүйректі көрсетіп тұр, бүйректің көпесін. Мына немде бүйрек. Бүйректің көпесі. Ал қаратамаса Қалеке. Сұрақтарыңызға қоя беріңіздер. Аулаңыз біліп Качетінен жатыр. Менде көпчік кіші сол жаққа қисайып тұр да. Қисайып тұр деп айтты кіші. Ал қарап жатырмыз, мен бауырыммен ұйқыға көтерілген айтып бере салайын. Түріңізді көрсетпейміз. Жата беріңіз. Мүлдем тұрған басқан жоқпыз. Мен түрімше, бүкіл ше, Астананың бәрі біледі жатыр. Бәріне қатысып шыққан деймін. Қанат деп атыңды айтып жатыр. Может басқа. Қазір мына жақта бүйтіп қарасаңыздар, Айгерхан, мына жақта келіп Гүлжан ханым көріп тұрсыз ба? Мынау талапты көп бауырдың жұмыс істейтін жағы. Жаңа мен айттым, осы жақта ісіңкі қалақ кішкене воспаление тұр деп. Мына жақпен мына жақ салыстырып көріңіздерші. Мына жақ сынып тұр, талақтың нүктесі мынада тұр. Сол нормальныйда тұр. Кейде асқазанда бұл кісіде өп болып қалады екен, инанда. Өп болып қалады екен. Кекіру, ұштайды екен, нормально. Өзіңіз күшті ұстайды екенсіз ғой. Күшті қараймын. Қазір мен құлақпен алып келетін деді ғой. Сарға не деген адам? Құлағым естімейді, шум болып тұрады дейді ғой. Оны былай білесіздер. Мына құлақты тартасыздар, жаймен мына құлақтың бөтелгенін көрдіңіздер ме мына? Егер де құлағына шум бар адамдар құлақтары былай. Ішке қараймын. Ішке қарай. Бұл кісіде таза. Мынаны былай қарай тартып, 2, 3, 4 дейсіздер, тырақсы қылайсыздар. Одан кейін қолғаппен 1, 2, 3. Содан кейін мұрын нүктесін ұмытпаңыздар. Құлақ тістегенде обязательно мұрын қосылу керек. Өйткені мына жақпен құлақ бірге. Мына нүктесін. Құлақ тістегенде обязательно мұрынды қосып кетіңіздер, ерінбей. Мына 1, 2, 3, 4, 6 рет істейміз. 5, 6. Мынаны жай басасыздар, қатты баспайсыздар, мына жерде нүкте бар. Өйткені көздің нүктесі. Мына. Әйкен басасыздар, чут. Қатты баспайсыздар. 5 рет. Маңдай, адамда бізде 5 бөлік болады баста. Маңдай, 2 шеке, 3 шүйде қарақұс болады. Мына маңдай ең бірінші адамның көз ауруы, түшкіруі, пышқыруы бәрі мынадан басталады. Мына біздің бірінші нүктеміз, мына шаш кекіл бар ғой. Кекілді ұстайсыздар, егерде грипп болып, мұрныңыз бітеліп, давление көтерілсін, тартасыздар. 5 рет. 1, 2, 3, 4, 5. Ертең емтихан аламын, барлықтары. Үстіп сіз жатқызып қойып айтамыз ғой. Мен жатуым керек екен ғой. Жатса енді сен жатса. Мұрным боп шашылмайды. Жат. Қартымызда ұзып айтсаңыз қандай. Қыздарым үшін не істемей жатырмын бар ғой. Иә. Кім жатады енді? Онда видеоны өшірейік.
ойбайсыз сонда. Азыр